Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Бүгін 3 маусым 2025 жыл. Мына менің құстарым, қаз, индоутка үйректерім. Аллаға шүкір әйтеуір жақсы өсіп жатыр. Алла тіл көзден сақтасын. Мынау да әйтеуір үйректі қазға жетіп қалды. Тырмаңдап жүріп. Ақтөбеде мал базарға бардым. Мыналардың жаңағы пуринасы почти бітіп жатыр. Мал базарға бардым да жем алып келдім. 40 килограмм мынандай дробленый зерносмесь. Ішінде рыбный муканы қосқан. Мясо костный жоқ. Обязательно сұрап алдым, мясо костный бар ма? Рыба костный мука қосқан. Зерносмесь. Соны дробить еткен дробленый. 40 килограмм 5000 теңге дейді. Соны алып келдім. Қалған шамалы түбінде жемнің пурина бар еді, содан салып араластырып соны бердім, жеп жатыр. Біреулерден сұрап едім, жемейді дейді, мына қаздар жемейді деп. Негізі жейді ғой. Шамалы бір күн жем бермей, бір күн ашықлас, сосын жейді ғой. Мынандай шөп бердім. Осы тұрғанда қарны ашып болғасын ұрып жатыр. Поилка да әйтеуір жарады. Мыналар енді өсіп келе жатыр. Ана поилка уже почти керек емес. Уже тұмсықтары сыймайды қазір. Бұйыртса ана поилканы сатам, сатып жіберем. Қазір мына ваннаға шомылады. Ана кормушкаға жем салайын дедім, оған қаздар жей алады да. Мына индоуткілердің шамалы бойы жетпей тұр. Шамалы өссін деп тұрмын. Ертең кормушкаға салып қоямын. Жемді. Ана жей береді, жоғарыдан түсе береді, азайып. Сол құстар осы. Ортаны ашып жібердім. Іші кеңіп жақсы болып қалды. Негізі водоплавающий құстар тез өседі ғой. Үйректер, қаздар. Өсіп жатыр ақырындап. Кәдімгі тауықтың балапандарына қарағанда. Мыналар енді өзім шығарғандар ғой, мына